Қыздар, бізде екінші видео. Бұл видеода біз алдын ала видеоны жасауды үйренеміз. То есть қалай? Мысалы, сіз видеоны жасап қойдыңыз, тақырып бәрін қойып қойдыңыз. Бірақ сізде бір уақыт тимейтін болуы мүмкін, иә? Мысалға, көбінесе сіз жұмыста болуыңыз мүмкін, иә? Жұмыс басты болып, прям ютубқа уақытыңызды бөле алмайтын жағдайлар болып қалады, иә? Сондай кезде не істейсіз? Сіз видеоны алдын ала дайындап қоясыз. Мысалы, мен осылай видеоны дайындап қойдым деп есептейік. Одан кейін сіз мынаны бәрін белгілейсіз ғой, описание, плейлист бәрін белгілеген кейін мына доступ деген бар ғой, открытый доступ деген. Міне осы доступты басасыз. Егер видео қазір шығатын болса, осы жерде белгіленіп тұрады. Ал егер сіз мысалға қолыңыз тимейтін моменттерде шыққанын қаласаңыз, иә, мысалға мен бір апта, 2 апта босай алмаймын, сол кезде алдын ала бір 5-6 видеомды жасап қойып, алдын ала құрастырып көргім келеді дейтін болсаңыз, былай істесеңіз болады. Запланировать публикацию дегенді басасыз. Осы жерге уақытты белгілейсіз. Мысалға, ертең 19 сентябрь сіз вообще босамайтын болуыңыз мүмкін, иә? Сол уақытқа белгілеп қойса, окей дейсіз, сағат 15:00 ма, жоқ 20:00 ма, өзіңіз білесіз. Қазір. Мына жерлер сағат, мына жерлер уже минут деген сияқты ғой. Осылай белгілеп қойсаңыз болады. Қайсысы ыңғайлы, сізге белгілеп қоясыз. Сосын өзінің уақыты келгенде жарияланып тұра береді да, алдын ала дайындап қояды. Түсіндіңіз ғой, иә? Сосын назначить премьеру дегенді басасыз. Мен мысалға ертең 14:00-ге шығарым келіп тұр, мысалға, да? Мінекей 19 сентябрь 14:00-ге шығатын болады мына видео. Загруз басып, процент полностью жүргеннен кейін осы уақытта өзі шығып тұратын болады. Ал сіз мына уақытта уже тірлігіңізді жасай бересіз. Түсіндіңіз ғой, иә? Ал бұны алып тастау үшін уже назначить премьеру дегенді өшіріп тастайсыз, да? Опубликовать сейчас деген, мынау открытие деген жерден тұра береді. Мінекей.